Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы деген өте әулие кісі болған да. Ол кісінің жазып кеткендері күні бүгінге дейін, бүгінгі күнге жазып кеткен дейді. Ғибрат алатын өте көп әңгімелер. Солардың бірі және бірегейі, негізі адам осы нәрседен ғибрат алу керек. Жапалақ деген құс болады дейді. Өзі 10 жұмыртқа табады екен жылына. Соның бәрін бірден балапан қылып ұшырмайды екен. Екі-екеуден балапан қылып ұшырады екен. Бәрін бірден жарып балапан қылып ұшырсам, тамақ жеткізе алмаспын деп ойлайды екен. Өзі намазгерден жоғары, бесіннен төмен бір-ақ мезгіл аң аулап ұшады екен. Алса бір тышқан алады, алмаса ол да жоқ. Бірақ сонда да құстың ішіндегі семізі болады екен. Себебі қанағат қылғаннан дейді. Адам қанағат содан ғибрат алса керек дейді. Алу керек осы. Ал енді байғұс деген құс болады дейді. Кәріптікті, бейшаралықты мойнына алып таста жатады. Қайда бұзылған ойран жай болса сол жерде жатады екен. Су ішпейді, бидай тары жемейді. Аузына көлденең тістеген қылтанды жіңішке жалғыз шөп болады екен. Оны да жемей құр тістеп жүре берсе керек. Қазақта бір сөз бар: тұрымтай екеш, тұрымтайды тайлы биенің етін жейді деген. Бір тауыққа һәм дән керек, һәм су керек. Бір нәрсені қорық қылып жейтін болсам дейді екен де байғұс деген құс. Жейтін болсам, соның әуресімен болып кетем. Бейнетке қалсам керек деп, сол үшін ешкімнің көзіне түспей, жанға көрінбей ештеңе жемей жатады екен. Тақ Сүлеймен пайғамбар аң құстың патшасы болған ғой. Сол бүкіл құстарды өзінің құзырына шақырған кезде байғұс келмей қалған ғой. Не үшін маған келмейсің деген кезде Сүлеймен патша байғұс былай деген екен: менің жалған дүниеден ешбір керек қылған нәрсем жоқ. Сенен не іздеп келейін деген екен. Ойлаңызшы. Осы сөзімен дейді құлдықтан халас болған дейді. Керемет емес. Адам мұны ойлап пікір қылу керек. Ұшқан құсты торға түсіретін, жүйрек аңды орға түсіретін ол тамақ екен. Жұтқан тамағына ие болған адам торға да түспейді, орға да түспейді. Осы күнгі адаммын деп жүрген адамдардың жауы ол егінің астында. Ол не десеңіз жұтқан тамағы. Жалғанда мазаққа, ақыретте азапқа түсіретін ол тамақ екен ағайын. Артық тамақтан арылған бәрінен халас болады дейді мәшһүр Жүсіп. Сол үшін қанағат қылған абзал. Осы сөзден, осы әңгімеден ғибрат алуға негізі өте көп ғибрат алуға болатын дүниеде. Алла тағала айтқан екен: мен байлықты қанағатқа жасырғам, адам оны дүниеден іздеп жүр деп. Аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз, егер де сізге осы әңгіме ұнаған болса. Аман болыңыздар.